Барлықтарыңызға сәлем. Арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай жай ғана қарапайым заколканы әдемі заколкаға айналдыратын боламыз. Ол үшін менімен бірге соңына дейін болыңдар. Ең алдымен каналға жазылып тіркеліп кеттіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз арқылы каналыма әртүрлі видеолардың шығуына шабыт береді. Өйткені менің каналымда 70% адам тіркелусіз қарайды екен, сол себептен тіркеліп кеттіңіздер. Ендеше бастайық. Бізге алдымен осындай ғана заколка керек, леска керек. Және менде қызыл беконус менде 3 мм размері, яғни мынау менде кәдімгі қарапайым стеклянный бусин. Ендеше бастайық. Лентамызды, яғни немізді, лескамызды көптеп алғаным жақсырақ болады, өйткені біз оны екі қабаттайтын боламыз, қалың болу үшін. Шамамен метр алсаңыздар болады. Бірдей қылып екі бүктейміз. Заколкамыздың ішіндегісін алып тастаймыз. Енді жаңа бүккен лескамызге бір мындай көк бусинімізді кигіземіз. Және әрі қарай мына біздің осы бір тесігімізден лескамызды осыдан шығарамыз. Мінекей тартамыз. Бір тесіктен шығардық. Енді қараңыз, мына жақтан шығып тұрған жіпті біз мына тесіктен кіргізетін боламыз. Яғни мінекей мына жақтан шығып тұрған жіпімізді былай мына моншағымыздың тесігінен өткіземіз. Тартамыз. Енді мына жақтан шығып тұрған лескамызды алып мына келесі тесіктен кіргіземіз. Яғни және тартуды ұмытпаймыз. Сонда бізде арт жағы бізде осындай пайда болады. Мінекей тек жібімізді тартуды ұмытпаймыз. Енді екі жақ лескамызге бір бусиннен кигіземіз. Оң жағына біреу, сол жағына біреу. Сосын тағы біреуін алып, осы арқылы екі лескамызды екі жағынан өткіземіз. Сосын жібімізді тартамыз. Бізде осындай қосу сияқты шығу керек. Мінекей. Енді қараңыздар, бұл бізде қозғалып тұр. Лескамызды екі жағын астына жібереміз. Айналдырамыз екі лесканы екі жағынан. Айналдырдық. Енді банағы ең бірінші сияқты лескамызды осы бусиннің, яғни моншақтың тесігі арқылы өткіземіз. Жібімізді қайтадан тартуға ұмытпаймыз. Мінекей. Артқы жағы көрінісі бізде осындай. Келесі қайтадан дәл осылай қайталап шығамыз. Қайтадан тағы да оң жаққа бір бусин, сол жаққа бір бусин. Сіздер бұл әдісті білесіздер. Қайтадан бір бусин арқылы екі жағымен өтеміз. Мінекей. Енді қайтадан екі лескамызды екі жағынан жібереміз. Қайтадан банағыдай бусиннің ортасынан өтетін боламыз. Ең бастысы жібімізді тартуды ұмытпасақ болғаны. Қаттырақ тартамыз. Мінекей. Дәл осылай осы біздің заколкамыз біткенге дейін осы жерге алып келеміз. Қараңыздар, мен соңғы жеріне келдім. Яғни оң жақ сол жағына бусин саламыз, ортасын салып екі жағына шықты. Енді осыны қалай бекітеміз? Екі лесканы дәл осы алғашқы бастағанымыздай осыған кіргіземіз. Жібімізді тартамыз. Осыдан екі жағына алып келеміз бүйтіп. Қатты тартамыз. Екі жағынан алып келеміз де алғашқыдай бана оң жағына кіргізесіз. Яғни оң жағына кіргіземіз. Кейін астында лескасын келесі жағынан кіргіземіз. Енді лескамызды қаттырақ екі жағын тартамыз. Мына екі жағын жібімізді алып шықтық. Енді осыны жіптің арасындағысына әкеліп кіргізіп бекітіп тастаймыз.
мына жағында дәл солай. Менде мына жақта 2 жіп болғандықтан мына 2 жіп, 2 леска. Біреуін мына жіптің ортасына шығарамын, біреуін. Менде кішкене жібім қысқалау болып қалған, қайсысы болып тұр. Мінекей, шығарамын. Осы жерден мына екеуін байлап тастаймыз. Мінекей 2 жібін мына 2 жағын көрініп тұр, қиып тастадым. Бізде мінекей осындай заколка шықты. Енді бұны ары қарай әсемдейтін боламыз. Қызыл бусиніміз бітті. Енді 3 мм беконымызға кірісеміз. Қайтадан бізге леска аламыз. Лескімізді алдық. Осы лескімізді мына басынан бастап кигіземіз, жаңағы біздің қиған жерімізден. Мінекей, лескімізді кигіземіз. Екі лескіміздің шетін бірдей қыламыз. Бірдей қылдық. Енді қараңыздар. Оң жағына, сол жағына бір бусин, яғни беконыстан кигіземіз. Оң жағына және сол жағына кигіздік. Және заколкамызға емес, қайтадан осы лескіге міне бір беконысымыздан оңды солды өтетін боламыз лескімізбен. Мінекей, бізде осындай шығады. Қайтадан оң жағымызға, сол жағымызға бір беконыстан кигіземіз. Кигіздік. Енді үлкен бекон, яғни үлкен стеклянный бусиннен өтеміз. Оңды сол жағынан, мінекей. Оң жағынан және сол жағынан. Оң жақ сол жағынан кіргіздік. Енді лескімізді тартамыз. Міне, бізде осындай көрініс шығады, яғни бантик сияқты ма, қалай атаймыз, гүл сияқты ма, осылай шығу керек. Қайтадан соны жалғастырамыз. Қайтып оң жақ сол жағымызға бір бусин аламыз, беконымыз. Жасалу жолы өте оңай, жасап көріңіздер. Сіздер бұндай заколканы осындай моншақпен тоқылған қымбат қаласыздар. Ал өз қолдарыңызбен өте әдемі қалаған түсіңізде жасай аласыздар. Мінекей, қайтадан кіргіздік. Жерімізді тартамыз. Мінекей, қайтадан екі жақ лескімізге бір беконус. Оң жағымызға және сол жағымызға беконус кигіздік. Енді мына ортада тұрған үлкен моншаққа стеклянный бусинге кигіземіз. Және жақсылап тартамыз. Мінекей, жинақтаймыз ортаға, сосын тартамыз. Міне, бізде осындай әдемі шығады. Осылай ары қарай жасап шығамын. Бізде осындай әдемі заколка пайда болды. Осылай қалдырсаңыздар да болады, өз қалауларыңыз. Бірақ мен әр қайсының арасынан осы бір беконысты, яғни қызыл беконыстан өткізіп шығатын боламын. Яғни лескімен қайтадан беконысты кигіземін. Осы жерден бастап жоғарыға қарай. Мінекей, лескімді кигіздім. Мінекей, қайтадан беконус. Қайтадан бусинге кигізетін боламын. Мінекей, осы киіп шығамын. Мына жағы да дәл солай. Дым қиыны жоқ. Екі жағын бірдей қылып өткізіп отырасыздар. Лескіге беконус кигіземін. Және моншақтан өтемін. Мінекей. Тек жібімізді қатты тартып отырамыз. Қатты тартпасаңыздар моншақтарыңыз бос болып, босап тұратын болады, яғни қозғалып. Мінекей, келесі лескіге. Бізде осындай. Осылай бәрін толтырып шығамын. Мінекей, өткіздік. Енді осыны қалай бекітеміз? Астымызды лескіден шығарамыз. Яғни, мына тұрған тесіктен шығаратын боламыз. Мінекей, осы жерден шығарамыз. Және осылай бекітеміз. Қайтадан ортасына кіреміз. Және қатты тартып жібереміз. Және артын қиып тастаймыз. Келесі жағында дәл солай ине кіргіземіз. Менде қарапайым ғана ине, бесетік емес. Кіргіземіз. Мінекей, астынан. Және бағанағы бекітеміз осылай. Қатты тартуды ұмытпаймыз. Қайтадан астына. Мінекей, артын қиып тастайсыз. Сосын зажигалкамен артық жерін бекітіп алып тастайсыздар. Мінекей, бізде осындай заколкамыз дайын болды. Өте әдемі. Енді бағанағы мына ішкі жағы бізде көрініс қандай болады. Ешқандай да білінбейді. Енді бағана алған темірімізді қайтадан орнымызға салатын боламыз. Мінекей, темірімізді орнына салдық. Міне бізде осындай әп-әдемі. Күнге өте жылтырайтын болады, қараңыздар.
жай ғана светтің жарығына осындай жылтыра береді. Ал бұл күннің көзінде тіптен жарық болады, тіптен жылтыра болады. Мінекей. Пішін көрдіңіздер ме? Білінбейді. Осымен видеомыз аяқталды. Сау болыңыздар.